Бүгін қызым маған бір ауыз сөз айтты. Сол сөз бүкіл шаршағанымды ұмыттырды. Бүгін балаларды қорғау күні. Қызымды концертке апардым. Басқа балалар сияқты қуанып, ән айтып, билеп жүргенін көріп тұрдым да. Мен үшін бұл жай концерт еді. Бірақ қайтарда қызым келіп, рахмет, папа деп құшақтап алды да. Сол сәтте түсіндім. Балаларға әрдайым қымбат ойыншық керек емес екен. Оларға біздің уақытымыз керек екен. Біздің жанында болғанымыз керек екен да. Біз кейде ақша тауып береміз, киім алып береміз, дәмді тамақ алып береміз да. Бірақ бала үшін ең үлкен сыйлық әкесінің жанында болу да. Бүгін қызымның сол бір құшағы маған үлкен марапат болды. Балалардың есінде сіздің қанша ақша тапқаныңыз қалмайды. Бірақ олардың қасында қанша уақыт болғаныңыз мәңгі қалады да. Балаларды қорғау күні құтты болсын. Әр бала ата-анасының махаббатын сезініп өссін ағайын.